Бәріңізге ассалаумағалейкум. Каналға қош келдіңіздер. Қонаев атамыздың өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді деген керемет сөзі бар. Қамшының сабындай ғана қысқа өмірді одан сайын қысқартқыңыз келмесе, біз ұсынған 7 кеңеске ден қойыңыз. Дәрігерлердің айтуы бойынша, әрбір адам келесі ережелерді орындай отырып, денсаулығын бір қалыпты ұстай алады. Денсаулығын бір қалыпты ұстаған адам ұзақ өмір сүрері сөзсіз. Әрине, Алланың қалауымен. Бірінші, салауатты өмір салтын ұстану. Физикалық жаттығу жасамау адам өмірін 4 жылға азайтады екен. Физикалық жаттығулармен айналыспайтын адамдар жүрек ауруларына шалдығуы әбден мүмкін. Сондықтан көбірек қозғалуға тырысыңыз. Екінші, холестерин деңгейін білу және бақылап отыру. Қандағы холестерин мөлшерінің көп болуы майды жинап, адамның қан тамырларын бітеп, қан айналымын баяулатады. Соның әсерінен адам жүрек ауруларына шалдығады, себебі жүрекке қан нормада бармайды. Майлы тағамды көп жеуден аулақ болыңыз. Денсаулыққа пайдалы диетаны ұстану. Дұрыс тамақтану адам өмірін ұзартудың бірден-бір кепілі болып табылады. Бұл ережені ұстанудың ондай қиындығы да жоқ. Дәрігерлердің айтуы бойынша салауатты өмір сүру үшін адам жемістер мен көкөністерді қолдану керек. Тамақ рационын дұрыстаңыз. Төртінші, қан қысымын білу және қадағалау. Жоғары қан қысымы адам өміріне қауіпті болып келеді. Зиянды әдеттерден аулақ болыңыз. Бесінші, салмақты арттырмай қадағалау. Артық салмақ түрлі аурулардың себебі болып табылады. Семіздік немесе май басу адам өмірін 4 жылға азайтады. Аз қимылдап артық салмақ жинап алмаңыз. Алтыншы, қант диабетіне байланысты қауіптің алдын алу. Қант диабеті ауруымен ауырған кезде адамның қан қысымы тез көтеріліп, жүрек ауруларына алып келеді. Көмірсуды артық мөлшерден жеуден сақ болыңыз және тәттіні шектеңіз. Жетінші, темекі шекпеу. Жыл сайын 10 мыңға жуық адам темекінің әсерінен жасына жетпей қайтыс болып жатады. Ал мыңдаған адам солардан кейін көз жұмады. Адам темекі тартуды қойғаннан кейін оның жүрек соғысы өз қалпына келе бастайды. Темекіні тастап жүрген кісілер ағарғанды көп ішу қажет. Назарларыңызға рахмет, пайдалы болды деген ниеттеміз.